Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай әп-әдемі болып шығатын дәмі керемет, екі ағзаттан жасалатын ерекше десерттің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен осындай печеньелерімізді осындай измельчитель болса, осымен жақсылап майдалап аламыз. Осындай майда болғанша жақсылап үгітеміз. Егер сіздерде бұндай измельчитель болмаса, осындай әдіспен жасасаңыздар да болады. Печеньені пакетке салып, үстінен оқтаумен ұрамыз. Енді дайын болған үгітілген печеньелерімізді ыдысқа саламыз. Арасында осындай қатты үлкендері болса, осылай қолмен бөліп үгітіп жібереміз оны да. Енді оның үстінен бір банка вареный сгущенканы салып аламыз. Енді осыларды жақсылап біріктіріп, араластырып аламыз. Егер қатты қою болып араласпай жатса, кішкене ғана сүт қосуға болады, бірақ көп қосып жібермеңіздер. Аз ғана мөлшерде қоссаңыздар сол жеткілікті. Жақсылап араластырып аламыз. Міне бізде дайын болды. Енді осыны, егер сіздерде форма болатын болса, силиконовый форма, соған орналастырып алсаңыздар болады. Менде осындай жүрек силиконовый формалар болды. Соны осыған орналастырып шықтым. Осылай барлығын салып шықтым. Енді оны холодильникке 2-3 сағатқа қойып аламын. Қоймай бірден алып жесеңіздер де болады. Енді қалғанын, егер сіздерде форма болмаса, осылай пакетке салсаңыздар болады. Осылай пакетке жақсылап салып аламыз, орналастырып. Енді қолымызбен осындай формасын келтіріп қоюға болады. Міне осылай өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасайсыздар. Оны да холодильникке 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Жақсылап қату үшін. Мен холодильниктен алдым. Міне әп-әдемі болып шықты. Енді мен бетін сәндеу үшін шоколадный ганаш жасадым. Ол үшін осылай темір ыдысқа шоколадты бөліп аламыз. Салып аламыз. Содан соң оның үстінен сары майды саламыз. Екеуін бірге водяной баняда ерігенше қоямыз. Міне осылай жаймен еріп бастайды. Осылай біраз еріген кезде қасықпен араластырамыз. Міне біздің ганашымыз дайын болды. Енді осыған десертімізді батырып аламыз. Ерекше дәм береді және түрі де әдемі болады. Осылай барлығын әдемілеп батырып шығамыз. Және де қалауыңыз бойынша бетін әсемдеуге болады. Мен осылай
ақ натуральный шоколадты ерітіп алдым да, оны кондитерлік қапшыққа салып, осындай әдемі өрнек салып шықтым. Өз қалауыңыз бойынша бұны жасамасаңыздар да болады. Міне десертіміздің бөліп көреміз. Іші осындай болып шығады. Енді жаңағы холодильникке пакетке салып қойғанымызды аламыз. Менде жартысын балдар жеп қойған. Осы қалғанын сіздерге кесіп көрсетейін дедім. Міне, бұны да жаңағы шоколадты ганашымызға батырып аламыз. Міне біздің дәмі ерекше десертіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ешқандай қиын емес, оп-оңай. Балапандарыңызға жасап берсеңіздер болады. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп кетіңіздер.